араларыңызда очки таққандарыңыз бар екен. Білесіз бе, очкиді біз қандай мақсатта тағасыздар? Алғашқы кезде шындығында да көздің көру қабілетін жақсарту үшін және күш түсірмеу үшін, көзге. Енді қараңыздар, бізде мынау көз, көз болса, осы көзде бұлшықеттер болады. Бұлшықеттер. Енді былай да салайық, көзді, мысалы. Көздің айналасында 8 бұлшықет бар. Көзді ұстап тұрған, қозғалтатын. Сол 8 бұлшықет, егер де сіз очки таққан кезде толық жұмыс істемейді. Бұл көздегі бұлшықеттердің ішінде ең маңыздысы мына цилиарлы бұлшықет. Адам, мысалы, алғашқы кезде очки тақпаған адамдар жанына былай қарайды, көзін жанға қарайды, жоғары төмен қозғалтады. Мысалы, біреу шақырса битіп қарайды. Ал очки таққан адам олай қарамайды, олар бірден бұрылып қарайды. Яғни көздегі бағана цилиарлы бұлшықеттер жұмыс істемегендіктен олар атрофияға ұшырайды. Сол себепті сіздің зрениеңіздің де нашарлайтын содан. Алғашқы кезде -5, -1 болатын болса, 2-3 жылдан кейін ол керісінше -2 немесе -3 болады. Ал енді оның жұмысын қалай жақсартамыз? Егер де сіз очки таққан болсаңыз, міндетті түрде күніне 5 минут немесе 7 минут очкиді шешіп қойып жаттығу жасауыңыз керек. Қан қай кезде айналады? Мына бұлшықеттер дұрыс жұмыс істеген кезде ғана. Егер де бұлшықет дұрыс жұмыс істемесе, қан нашарлайды, қан дұрыс айналмайды. Сол себептен көзіңізге қоректі заттар жетпегендіктен сіздің зрениеңіз күннен күнге нашарлай береді. Сол себепті сіздер очкиді күніге шешіп жаттығу жасауды ұмытпаңыздар.